Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі қазақ тілден өтетін тақырыбымыз зат есім. 67-ші сабақ, ортақ бөлім өнер. Бүгінгі қазақ тілі сабағымызға негізделген оқу мақсаттары: сұрақтарға жауап бере отырып, мәтін жанрын анықтау. Сөйлем ішінен зат есімді тауып, жалпы есім, жалқы есімдерге ажырата білу. Балалар, өткен сабақтарда біз 9 сөз тауымен танысқан болатынбыз. Осы жолы біз сөз таптарына жекелей тоқталатын боламыз. Яғни бүгінгі сабақты біз зат есім тақырыбына арнаймыз. Олай болса, біз бірінші өткенді еске түсіріп көрелік. Яғни бірінші суретте біз баланы көріп тұрмыз. Бала дегенге сұрақты біз қалай қоямыз? Дұрыс айтасыңдар. Кім? Бала. Астыңғы суретте біз бірнеше баланы көріп тұрмыз. Яғни кімдер? Балалар. Кітап. Кітап дегенге сұрақты қалай қоямыз? Дұрыс айтасыңдар. Не? Кітап. Бірнеше кітап тұрғаннан кейін көпше түрде сұрақ қоюымыз керек. Яғни нелер? Кітаптар. Жақсы балалар, олай болса келесі кезекті зат есімнің ережесіне берейік. Зат есім, жалқы есім, жалпы есім болып екіге бөлінеді. Яғни жалқы есім дегеніміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жануарларға қойылатын атаулар жалқы есім деп аталады. Олар үнемі бас әріппен жазылады. Мысалы, Сырдария, Жайық, Ақтөс немесе қала аттары да, мысалы Ақтау, Жезқазған деген қаланың аттары да жалпы есімге жатады екен. Енді жалпы есім. Жалқы есімнен басқа зат есімдер жалпы есімдер деп аталады. Яғни жалпы есім дегеніміз заттың жалпы атауы. Мысалы, қала, өзен, ит және тағы басқалары. Жақсы балалар, зат есімнің ережесімен танысып өтсек, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, зат есімнің ережесімен танысып өтсек, келесі кезекті жаттығуға берейік. Бірінші жаттығуымыз бұл суретші ата. Яғни бұл жаттығудың шарты өлеңді түсініп оқып, өлеңнің ішінен зат есімдерді тап делінген екен. Олай болса өлеңді оқиық. Шалгөденнің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай. Ақындардың алыбы, мынау бір жан сүйінбай. Мына сурет жасымнан, көзіме оттай басылған. Аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшанай. Көз тартады кен жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кенші жас адам. Өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Яғни бұл өлеңнің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов екен. Өлеңді оқып болдық, енді өлеңнің ішінен зат есімдерді табайық. Яғни бұл жерде Шалкөден не деген сұраққа жауап береді және бұл жалқы есім болады. Өйткені бұл елді мекеннің атауы. Ары қарай ақындар кімдер деген сұраққа жауап береді, жалқы есім. Өйткені бұл жалпы атауды білдіріп тұр. Біржан, Сүйінбай, кім деген сұрақтарға жауап береді, жалқы есімдер болады. Сурет не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім болады. Алмас кім деген сұраққа жауап береді, жалқы есім болады. Өйткені Алмас кісінің есімі. Жақсы. Қылыш не деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Диқан не деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Көз не деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Жайлау не деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Қапшағай не деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Батыр кім, жалпы есім. Кенші кім деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады.
Адам кім деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Әбілқан кім деген сұраққа жауап береді, жалпы есім болады. Алдындағы жаттығуды орындап болсақ, келесі кезекті 10-шы жаттығуға берейік. 10-шы жаттығудың шарты мәтінді көшіріп жаз. Зат есімдерді тауып, үстіне зат есім белгісін қой делінген екен. Яғни қысқаша түрде z.e деген белгісін қояды. Бірінші мәтінді дұрыстап түсініп оқып шығайық. Мүсін әр түрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Яғни бұл жердегі зат есімдер мүсін, сазбалшық, бедер деген 3 зат есімді мәтіннен тауып алдық. Мүсін зат есім, яғни не деген сұраққа жауап береді. Сазбалшық зат есім, не деген сұраққа жауап береді. Бедер зат есім, не деген сұраққа жауап береді екен. Жақсы, өздерінің дәптерлеріне мәтінді көшіріп жазып, қызылмен жазылған сөздердің үстіне зат есім белгісін қойып шығыңдар. Жақсы балалар, 10-шы жаттығуды орындап болсақ, келесі кезекті 11-ші жаттығуға берейік. 11-ші жаттығудың шарты зат есімдердің жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұраққа жауап беретіндігін жаз деген екен. Яғни бұл жаттығуда бізге зат есімнің арнайы сөздері берілген екен. Олар мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш, портрет, Әбілқан Қастеев деген сөздер екен. Олай болса, бірінші сөзге назар аударайық. Бірінші сөзіміз мұражай сөзі, яғни не деген сұраққа жауап береді. Жекеше түрде тұр, жалпы есім. Экспонаттар, нелер, көпше түрде тұр. Өйткені сөзге тар деген көптік жалғау жалғанып тұр, сондықтан көпше түрде тұр. Жалпы есім, мүсінші, кім, жекеше түрде тұр, жалпы есім. Кілемдер, нелер деген сұраққа жауап береді, көпше түрде тұр, жалпы есім. Төсеніш, не деген сұраққа жауап береді, жекеше түрде тұр, жалпы есім. Портрет, не деген сұраққа жауап береді, жекеше түрде тұр, жалпы есім. Әбілқан Қастеев, кім деген сұраққа жауап береді, жекеше түрде тұр, жалпы есім. Өйткені бұл кісі аты, сондықтан бізде бұл жалпы есім болады. Орындап болсақ, сабағымызды қорытындылайық. Яғни бүгінгі кері байланысымыз ойды аяқта деген ойын түрінде берілген. Бүгін мен білдім, мен үйрендім, қолымнан келеді, қиындық тудырды. Осы 4 тармақ бойынша өз-өздеріңді бағалап өтесіңдер. Яғни ойды аяқтап, өздерінің ойларымен не үйренгендерін, не білгендерін жайлы тармақ бойынша айтып шығасыңдар. Жақсы. Олай болса балалар, сабақтың соңы үй жұмысы 7-ші беттегі 9-шы жаттығу.